5 класс биология сабақлығы 2 лабораториялық жұмыс. Лабораториялық жұмыс темасы лупа һәм микроскоп түзілісі менен танысу. Бұл лабораториялық жұмыс үшін бізге төмендегілер керек болады. Үлкейтіп көрсетуші аспап қол лупасы һәм микроскоп. Жұмысты басламастан алдын біз техника қауіпсіздік қағидаларына ітібар беруіміз керек. Бұның үшін стол үстінде тек қана лаборатория жұмыс үшін кереклі болған аспап үскенелер ғана қалуы керек. Бұл үскенелер қол лупасы. Біз қол лупасы арқалы заттың сыртқы көрінісін қана бақылай аламыз. Мысал үшін помидор, қарбыз клеткаларын қол лупасы арқалы көруге болады. Қол лупасы 2 бөлімнен ібарат болып, ұстағыш һәм 2 тарапы дөңесленген линзадан тұрады. Бұл қол лупасы арқалы затлардың сыртқы клеткасын ғана көре аламыз. Енді микроскоп түзілісі менен танысамыз. Микроскоп өзі 2 түрлі болады. Жақтылық микроскопы һәм электрон микроскоп. Жақтылық микроскопы 2 бөлімнен тұрады. Бұл механикалық бөлімі һәм оптикалық бөлімі. Механикалық бөліміне төмендегілер кіреді. Штатив, зат қойылатын столша һәм қысқышлар. Тубус. Бұл механикалық бөліміне кіреді. Оптикалық бөліміне 2 тарапы линза менен қапланған затты үлкейтіп көрсетуге жәрдем беретұғын бөлімі. Оптикалық бөлім окуляр. Объектив һәм жақтыландырушы айна. Микроскоп белен жұмыс істеген уақытлары біз стол дөңгелегіне ітібар береміз. Микроскопты стол шетінен 3-4 сантиметр аралығында қолайлы етіп қойып аламыз. Соң макровинт ямаса микровинтлерді басқа да бөлімлері жұмысқа таярлығын бақылаймыз. Таяр микропрепаратты көру үшін біз микроскопымызды жұмыс істеу тәртібіне ітібар беріп, қолайлы жағдайға келтіреміз. Бұның үшін зат қойылатын столша таяр микропрепаратты қойып, жақтыландырушы айнаны жақты сәулесіне қаратамыз һәм қысқышпенен микропрепаратты қысып, дәслеп объективтің кіші бөлімінде, соң үлкен бөлімінде көреміз. Макровинт һәм микровинт не үшін керек? Макровинт бұл тубусты көтеріп һәм түсіру үшін керек болады. Микровинт бұл да ішкі сәулені көрінейін деп атырған препаратқа сәулені түсіру үшін жәрдем береді. Солай етіп, шеп көзімізбенен микроскоптың окуляр бөліміне барамыз. Бұл жерде шаш, кірпік түспеуі керек. Жақтылық микроскопы арқалы біз оптикалық бөліміне ітібар береміз. Оптикалық бөлімінде окуляр 16X-тан ібарат, ал объективларымыз ең кішісі 10 һәм ең үлкені 40 пенен жұмақланады. Демек, біз үйреніп атырған таяр препаратымызды 10-ға қоямыз һәм окуляр 16 екенін біліп алдық. Демек, көріліп атырған таяр препаратымызға асте ақырлықпенен макровинтті түсіреміз, жақтыландырушы айнаны тәртіпке салып аламыз һәм препаратымызды көреміз. Алдын айтқанымдай,
окуляр 16x-тан туратыгын еді. Объектив 10-ға қойдық. Демек, 16-ға 10-ды көбейтсек 160 болады. Бұл таяр препаратымызды 160 есе үлкейтіп көрсетіп атыр. Жақтылық микроскопы арқалы біз өсімліктің хайуан клеткаларын көріп бақылауымызға болады.